біз бүгін түс жарудың жаңағы мәселесін айтатын боламыз. Түс жару деген бұл нәрсе дәстүрде ғылым заманнан жалпы бар нәрсе екенін ескерейік. Жалпы түс жару деген не? Қазір түс жарушылар көп. Қазіргі заманда түс жару бөлінеді. Заманауи болып, дәстүрлі болып, діни болып бөлінеді. Түс жаруда мәселе түс жарытушыны таңдай білу. Мысалы, сіз ислами адам болсаңыз, сізге атеизм немесе тәңіршілдік бағыттағы түс жарушының айтқандары жарамайды. Яғни исламшыл болсаңыз, сізге көрген жыланыңызды, сізге келіп жатқан ашулы аруақ, көрген арыстаныңызды, сізге келіп жатқан ата-бабаңыздың, сізді қолдау үшін келген ата-бабаңыздың рухы дейтін болса, бұл сізге әлбетте исламның ақидасына сәйкес болмай қалады. Немесе жаңағы сіз өзіңіз құдайшыл емес адам болсаңыз, сізге бір құдайшыл адам келіп, саған намаз оқуды бұйырып жатыр деген, немесе Құдай сені жақсы көреді деген нәрсені айтып жатса, сіз атеизм болғаннан кейін бұл нәрсе сізге қонбайды әлбетте. Сондықтан да түс жарытушыны таңдай білу керек әр адам. Осы мәселе. Екінші мәселе, түс жару бұл сұрақ-жауап арқылы болатында. Түс жаруда сұрақ-жауап неге болады? Себебі түс жарытушы бұл көріпкел емес. Ол түс жарытушы сіздің кім екеніңізді, қайдан, не мәселе мазалайтынын ол біле алмайды. Сондықтан да түс жару бұл сұрақ-жауап арқылы әрдайым болады. Және түс жоруды біз қалай жоримыз? Сұрақ-жауап кезінде оны айтамыз. Түс жоруды біз көп жағдайда адамның өзгі ішкі жан дүниесіне, ниетіне, не сезімді соған және де істеп қойған істерінің қателігіне жоритын боламыз. Дәстүрлі түс жоруда бұл нәрселер, қазақи дәстүрлі түс жоруда бұл нәрсе болмаған. Яғни жаңағы бізде қазақи түс жоруда көбінесе болашаққа жорған. 5 ұлың болады, 5-еуі атақты болады, немесе 3 қызың болып, қартайғанша даулы баланы көресің деген сияқты. Бұл дәстүрлі түс жорудың болашаққа жоритын сондай бір ұғымы болған. Ал қазіргі түс жоруда біз көп жағдайда адамның жаңа айтып өткен нәрселеріне жоримыз. Енді мен қазір түс жорудың қалайша сұрақ-жауап арқылы болатынын және де не нәрсеге жорығанын айтып беретін боламын. Біз жаңағы түс жорудағы сұрақ-жауаптағы 3 жоруды мен көрсетіп кететін боламын. Дәл қазір бұл жерде сүйінші бабына, ескерту бабына және не сезімді соған жорылған еді. Бірінші айтатын түсіміз бір келіншек өзі түс жорытты. Ол жерде ол шәкәрімді немесе абайды шатастырып отыр, көргенін айтты, және ол жерде Лениннің жатқанын айтты. Енді бұл жерде бізде неге сұрақ-жауап болады дейтін болсақ, бұл түсті оқып жатқанда менің бірден ойыма келеді, бұл тарих пәнінің мұғалімі деген. Себебі ол жерде тарихи тұлғалар айтып тұр. Абай да, шәкәрім де, Ленин де тарихи тұлғалар. Осы кезде оған сұрақ қойылды, жаңағы сен не нәрсемен, яғни мамандығың қандайды? Бұл кісі бұл менің сұрағымды жоққа шығарды. Ол мұғалім болмағанын, немесе бастауышты мұғалім болған, бастауыш бұл әрі үйрететін, сондай болғанын. Содан кейін менің жаңағы айтқаным жоққа шығарылды. Одан кейін келесі сұрақ оған қойылды, мамандықтан басқа. Жаңағы мүмкін Ленинге деген көзқарасы дұрыс емес шығар деген мақсатта, немесе дұрыс шығар, Ленинді бір жақсы тұлға етіп жақсы көретін шығар деген мақсатта одан сұрады, Ленинге көзқарасыңыз қандай деп. Сол кезде ол кісінің жауап бергені, Ленин жаңағы бір оның кесірінен көп адамдар діннен шықты деген сияқты мәселе айтты. Одан кейін ол кісіден жаңағы мүмкін сол Лениннің әлі күнге дейін жер қойнауына тапсырылмай, әлі күнге дейін мавзолейде жатқаны бұл кісіге қалай да бір әсер еткен шығар. Яғни мысал түстер деген болады, бір нәрседен әсерленіп кіру түстің. Міне осы нәрсе болған жағдай бұл кезде жаңағы жорылмай қалады, яғни нәпси түс қатары бұл. Сондай хәл болған шығар деп Ленин туралы естігенсіз ба, ол сондай неде жатыр ғой деген сияқты сұрақтар қойылды. Бұл кісі бұл сұраққа өте қатты әсер етпегендей жауап берді, солай деп естігендер қабылдамай қалды. Яғни бұл жерде ешқандай да ол кісіде бұл Ленинге деген бір арнайы ой жоқтығын білдірді. Яғни сұрақ-жауап кезінде 3 нәрсе де жоққа шығарылды. Оның тарих мұғалімі екенін, немесе Ленинді жақсы көретінін, немесе Ленин туралы бір көңіліне алып қалған 3-еуі де жоққа шығарылды. Яғни бастапқы сұрақ-жауап бір нәрсенің, бір жорудың
келгенінше біз сұрақ қоя береміз. Одан кейін бұл кісіден жаңағы бауырларының намаз оқи ма, өзінің дінге көзқарасы сұралды. Ол бірден екі сұраққа бірден жауап берді. Баршасының намаз оқитын, ал өзінің өткен жылдарын ораза ұстап, таң намазын ғана оқып, осы оразада барлық намазын қосып алғанына айтты. Яғни бұл жерден шығатын қорытынды біз сол кезде осы 3-5 сұрақты қою арқылы оның түсінің жауабын алдық. Оның түсінің жауабы бұл түсіндегі Абай яки Шәкәрім деп шатастырып атқаны бұл иманы, ал Ленин жаңағы жерге тапсырады деп айтып атқаны бұл нәпсісі. Бұл жерде неге олай қойылды? Себебі ол қыз жаңағы сұрақ жауап кезінде және де айтты, бұл кезде жаңағы таң намазына тұрған, кейде жіберіп қояды, соған өкініштер болғанын айтты. Бұл жердегі жоруы сүйінші түс. Яғни Лениннің көңілін деп жатқаны, қасында Абай яки Шәкәрім отырғаны, бұл кісінің иманы өте жақсы деңгейде келе жатқан белгісі. Аз, бірақ та өте тұрақты түрде жайлап, иманның көтеріліп келе жатқан белгісі. Яғни бұл жерде таң намазын ұйықтап қалатын кездерінде көрілген сүйінші түсі. Сен жасыма, мойыма, сен деген өте жақсы мұсылманшылықпен келе жатырсың деген ишара еді. Міне, бұл жердегі біз айтқанымыз сүйінші түсі осы. Ал енді келесіде біз жаңағы адамның көңілінен туатын неге айтатын боламыз. Яғни адамның өзінің сезінуінен шыққан түстерді айтатын боламыз. Бір келіншек түс жорытты, түсінде ол айта кетті басында өзі жесір әйел екенін, бір рет тұрмысқа шыққанын. Және түсінде айтты, екі төмпешік, яғни екі қабір, екі күйеуді көріп жатырмын, екеуіне де айтып жатырмын, мен сендерден, сенен де тез айырылдым, сенен де тез айырылдым деп түсінде айтып жатырмын дейді. Яғни бұл жерде болашақтағы нәрсені айтып тұр. Біз сөзіміздің басында айтып кеткендей, біз болашаққа жормаймыз, бұл ішкі қазіргі дүниесіне және іс-әрекетіне жорамыз. Сондықтан бұл жерде тосын болды және сұрақтар қойылды. Екі төмпешік, бұл жерде біз және жұмысын айта кетті, бұны тоғызайық. Әйелден сұрақ қойылды, сөз салғандар бар ма деп жақын арада. Ол әйел жақында сөз салғандар болды деді, бірақ мен бас тарттым деді. Сосын бұл назар аударатын нәрсе, сен енді айырылдым, және де менің жаңағы жұмысым бар, яғни терезеде жұмыс жасап жатыр. Сондай нәрсені айтты. Бұл жерде бұл ішкі жан дүниесіне сұрақ жауап кезінде жорылды. Яғни ол әйел баласы өзі жаңағы сезінген. Жаңағы ер адамнан да бас тартты, ал бұл жолдасы өмірден өтіп кетті. Яғни мен енді өмірде не істеймін, мақсатсыз қалдым ғой, енді менің ермегім бар, ермегім жұмысым ғой. Яғни осы нәрсені ойлаған, сезінген және бұның нәтижесін түсте көрген. Не бұл сезім түстерінен болады. Келесі біздің түсіміз, бұл жерде айтатынымыз жаңағы ескерту түстерінен. Ескерту түстерінен болды. Бұл жерде бір қыз баласы түсінде бір өзінің руластарының барлығын көріп жатыр екен, және де бір әртіс сияқты кәріс жігіті келген екен, және бұл жігітке барлығы ұнатпағандай, яғни заманауи түс көрген, ұнатпағандай комментарий жазып жатыр, жаман деп. Сол кезде бұл қызға да біз сұрақ қойдық, бұл неден көріліп жатыр екен деп. Әлбетте бұндай ешқандай версия жоқ кезде сұрақ қойылады, өйткені түсінуіміз керек не үшін көріп жатқан. Содан кейін жаңағы тұрмысқа шығатын ойыңыз бар ма, немесе тұрмысқа шығатын қыздар бар ма деп жауап бердік. Ол өзінің ниеті жоқ екенін білдірді, және де қыздардың әлі мектеп оқитынын айтты. Сосын біз келесі сұрақты қойдық ол кісіге, ал сіздің жаңағы сөз салған жігіттер бар ма деп. Бұл кісі көршім бір қызбен, яғни жігітпен таныстығам деді. Және бұл сөз арасында қоса кетті, айналасындағылар адамдардың ажырасып кеткендігін. Және де бұл нәрсе оған жорылды, тұрмысқа шығатын қорқатынын айтты. Бұл жерде біз жорыдық, ол қыздың бұл тұрмысқа шығудан қорқатынына жорылдық. Яғни ол адам өзінің несін жаңағы алдын ала жігіттер жайлы санасында бір ақпаратты құрап алған. Яғни бұл кісі жаңа сөз арасында көршісінің таныстыратын бір жігітпен айтып қалды ғой, сол танысатын жігітке әлі көрмей, білмей, сұхбаттаспай жатып, ол туралы санасында ақпарат
дайындап қойды, яғни шабуыл жасауға. Ол жігіт анандай жаман деген сияқты нәрсені. Яғни бұл жерде ескерту түс. Сен өзің адамдардың қандай жақсы екенін білмейсің. Сенің өзің санаңда жігіттер туралы, еркектер туралы өте жаман ойлар қалыптасқан. Сен бұл нәрсені алғаннан кейін кәне сенде жаңағы таныстықтарда жақсы мағына шығады деген сияқты ескерту. Яғни қорытынды айтқанда WhatsApp-та сұрақ жауап кезінде біз жағдайды түсіну үшін қоямыз, көріпкел болмағаннан кейін. Кейбір адамдар бұған өте наразы болып жатады. Көп сұрақ қойдым дейді. Кейбір адамдар айтады, менің өзімнің жауабымды өзіме жору етіп бердің ғой деп. Өйткені бұл сұхбат кезінде белгілі болады бұл жору нәрселері. Иә, адамның көңіл күйін қалай, не нәрсеге жоритынын, қалайтынын деген сияқты нәрселерді. Ал сіз осындай түс жорытқыларыңыз келсе, осы YouTube арнаға тіркеліп қойыңыз. WhatsApp-қа YouTube-тан келдім деген сөз жазатын болсаңыз, сіз үшін төмен ақы қарастырылатын болады. Және де әрдайым осы YouTube арнасында тегін түс жору эфирін жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.